Ассалаумағалейкум тағы да. Алла тағала сөзімізге қуат берсін. Әрине сауалыңыз орынды. Бүгінгі қоғам үшін Барлыбек Сырттанұлы кім? Неге оның есімі Әлихан, Ахмет, Міржақып, Мұстафа сияқты халыққа кеңінен танылмады? Неге біз Барлыбек Сырттанұлын кейінгі уақытта ғана танып білдік? Бұл өте орынды сұрақ. Өйткені Барлыбек Сырттанұлы Әлихан Бөкейханның төл құрдасы. 1866 жылдың 23 қазанда қазіргі Алматы облысының Ақсу ауданына қарасты Арасан ауылы Қарашоқы болысында туған қыстақта. Бірақ бұл кісінің ғұмыры өте қысқа болды. 1914 жылдың 23 қарашасында Барлыбек Сырттанұлы генерал губернатор Михаил Фольваумның арнайы тапсырмасымен 1914 жылы құпия жағдайда өлім құшты. Бұл 1914 жыл патшалық кезең, әлі революция болмаған. Сондықтан 1988 жылы алаш қайраткерлері бірінен кейін бірі ақталып жатқан кезде ең алғаш 37 жылғы репрессияға ұшыраған тұлғалар зерттеле бастады. Біздің тарих тек қана 37 жылдан бері қарай зерттеу белең алды да, ақпан революциясының алдындағы тұлғалар зерттелмей қалды. Барлыбек Сырттанұлы сол еңбектің ішінде зерттелмей қалған тұлға. Өкініштісі, Барлыбек Сырттанұлын бүгінгі қоғам білмейді. Біз енді Барлыбек Сырттанұлымен қалай таныстық? Адамның маңдайына тағдыр тағала жазатын бір түйіншекті нәрсе болады екен. Байлауға келмесе де Тәңірі өзі шешетін. Мен 2 жасымда нағашы ауылым, нағашыларымның туған топырағы Қапал Ақсу өңіріне қоныс аудардым. Есімді білгелі атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым. Сол менің нағашы жұртым осы Барлыбек Сырттанұлы туған өңір болып табылады. Кейін мен сол Арасан ауылындағы орта мектепке барып 1-ші сыныпқа қабылдандым. 11-ші сыныпқа дейін сол мектепте бітірдім. Мектептің есімі Барлыбек Сырттанұлының есімін иеленген. Сол тұлғаның атындағы мектепті бітірдім. Мектеп кезінде Барлыбек Сырттанұлын тану, зерттеу менің 3 ұйықтасам түсіме кірмеген. Бірақ мектепте сынып жетекшім осы кісіні зертте, осы кісіні таны деп маған айтты. Бірақ бұл кісі заңгер болды ғой. Мен заңгерлікке не қатысым бар деп қарамай жүргем. Бірақ Құдай тағаланың өзі қызығы шығар, алдымнан осы кісіні айналып алып келіп, 2017 жылдың 1-ші қаңтары күні Астана қаласында отырар кітапханасында барып едім. Ұстазым профессор Тұрсын Жұртбай бір күн ұстап алып, Елдос, сен неменеге кердең деп жүрсің, Барлыбектің ауылында туғам деп қоясың, Барлыбекті білмейсің, неге танымайсың? Мынау Барлыбекті тануың керек, жаз деп маған ұрысты. Содан бір күні қарасам, мен жоспарға кіргізіп қойғам, Барлыбек туралы жаз, ізде дейді. Сөйтіп осы кісінің жолына түсе бастадым. Барлыбек Сырттанұлын қазақ халқына ең алғаш танытқан ғалым, заң ғылымдарының докторы, профессор, марқұм Сәкен Өзбекұлы ағамыз. Сәкен ағамыз 1996 жылы Барлыбек Сырттанұлының 130 жылдығы кезінде Барлыбек Сырттанов деген кітап жазып халыққа танытқан. Кейін ағамыз кенеттен қайтыс болып кетіп, бұл жұмысы аяқталмай қалды. Арада 10-15 жыл өткеннен кейін біз бұл саланы қолға алып, Барлыбек туралы кітап жазып шығардық. Бүгінде Барлыбек туралы 4 кітап дайындап шығарғанбыз. Алдағы уақытта әлі 5 кітап шығады. Сөйтіп Барлыбек өз арнасына түседі. Біздің жеке сценарий жазуымызбен Барлыбек туралы деректі фильмнің жобасы дайындалды. Жақын арада қазір өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді көрермен назарына ұсынылуы керек. Енді осы аз ғана уақыттың ішінде, 2 жылдың ішінде парламент мәжілісінің қабырғасында Барлыбек Сырттанұлының есімі айтылып, Бақытбек Смағұл бастаған 7 депутаттың қолдауымен Марат Бопазов деген ел азаматы парламент қабырғасында Барлыбек Сырттанұлының атында сауал жолдап, сол кездегі премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың атына депутаттық сауал жолдап Барлыбектің тұғырын көтерген. Бақытжан Сағынтаев ағамызға
айрықша ризашылық. Сол кісінің арқасында Барлыбектің тұлғасы халыққа таныла бастады. Сөйтіп менің кітаптарым рет-ретімен шықты. Осы Алматы облысы әкімі Амандық Баталов мырзаның қолдауымен туған жеріне көше атауы, ауылдық округ атауы, мектеп атауы сияқты мәселелер бірінен кейін бірі беріп шешіліп келеді. Енді Барлыбектің ата тегі, отбасы туралы айтайын. Барлыбек бұл батырдың баласы. Әкесі сырттан Боқы ұлы деген азамат болған. Бұл кісі үлкен батыр болған уақытысында. Кенесарының қосынында болған, Кенесарымен бірге күрескен. Барлыбектің аталас туысы Тәнеке батыр деген болған. Бұл кісі Кенесарының кегін қайтарған, Кенесарының басын кескен қырғыз батырының басын алып, оны атына байлап, азаптап өлтірген батырдың ұрпағы бұл Барлыбек, шынын айтқанда. Сондай батырлар мен байлардың әулетінде өмірге келген. Шыққан тегі орта жүздің Найман атасына қарасты Қаптағай деген елге жатады. Қаптағайдың ішінде екі ата, Қыдыралы, Құлшан деген. Қыдыралы деген әулеттен қазақ даласына имандылық, ағартушылық дәнегін сепкен Мамановтар әулеті шықса, Маманғажы деген мектеп ашқан, бай болған. Ал Құлшан әулетінен Барлыбек, Тұрлыбек деген екі ағайынды шықты. Барлыбектің әкесінің аты Сырттан, анасының аты Мінсіз болған. Осы Мінсізбенен Сырттанның әулетінен 5 ұл, 2 қыз өмірге келген. Сол 5 баласының ішінде 2 баласы ерекше білімді болған, Тұрлыбек пен Барлыбек деген. Бұлардың оқуға түсуінің өзі қызық. Мынау генерал Колпаковский деген азаматпенен, ол кезде генерал Колпаковский осы Ташкент генерал губернаторлығының генералы болған, Жетісу облыстық әскери губернатор ретінде қызмет атқарған. Сол кезде Барлыбектің әкесі Сырттанмен өте жақсы қарым-қатынаста болған. Сырттан бір уақытта барымталау ісіне қатысып, бар мал мүлкінен, дәулетінен айырылып қалыпты. Сол кезде жаңағы аталас туыстары бай Маман әулеті Сырттанға көмектеспей, оны тұқыртыпты. Сол кезде Сырттан ашуланып генералға барып теңдік сұраған екен. Сонда генерал айтыпты: 2 балаңды оқуға бер, оқытуға көмектесейін деп. Сөйтіп Жетісу топырағында ең алғаш мектеп қабырғасына 2 бала барады. Ағайынды Барлыбек пен Тұрлыбек. 1874 жылы Қапал қаласында ашылған 2 класстық мектеп-интернатқа түседі. Кейін 1876 жылы қазіргі Алматы, бұрынғы Верный қаласындағы ер балалар гимназиясына оқуға қабылданған. Бұлар мектепті өте жақсы оқыған, алғыр болған. Ағасы Тұрлыбек денсаулығына байланысты оқуын жалғастыра алмай, Алматыда тілмаштық қызмет атқарған, переводчик болып, ал Барлыбек болса қанатын кеңге жайып оқуға ынтасы арта түскен. Мынандай қызық болған. 1881 жылы Ұзынағашта үлкен жәрмеңке болады. Сол жәрмеңкеге Алматы облысының Қапал уезінен Барлыбектің әкесі Сырттан ағамыз көш бастап барған екен. Ал Кәстек деген ауылдан Жамбыл атамыз келіпті. Сонда Жамбыл атамыз Сырттан батырға сәлем беріп амандасқан екен. Жаңағы байлар сан салтанатымен, сал серісі бар, жаңағы мешкейлері бар, толық келеді ғой енді. Сөйтіп бір ұлан асыр той болып жатқан кезде Барлыбектің әкесі Сырттанды келемеждепті, Маманның ұрпақтары. Ей, осыны қойшы деген сияқты. Сонда Жамбыл домбыраны алып Сырттанға өлең арнапты дейді. Ол өлең Жамбыл атамыздың кітабына кірген, Сырттанға деген. Сонда мынандай бар: Қыдыралы Құлшаннан артық туған Сырттаным, сендей қазаға шығар үміт күткен баладан, 2 балаң жетілсе құтыларсың табадан дейді. Бас иемін жұрт алдында, сендей білгір ағаға дейді. Не деген сөз? Қараңыз, міне Жамбыл атамыз сол арнауын айтқан кезде ел жұрт Сырттанға қол шапалақтаған екен. Сөйтіп Сырттанның жығылған намысы орнына көтеріліп, Жамбыл атамыз бата беріп 2 баланың басын сипапты. Кейін біздің Барлыбек 1886 жылы Верный гимназиясын алтын медальмен бітіреді. Сөйтіп облыстың генерал-губернаторлығын қолдауымен Санкт-Петербург қаласына оқуға түседі. Грантпенен, қазіргі тілмен айтқанда. Барлыбектің басты арманы дәрігерлік оқуды оқығысы келіпті. Сол кезде Петербургтағы военный академияға түсіп, военный академияның әскери дәрігер деген мамандығын бітіргісі келген екен. Бірақ ол заманда саясат былай болған.
қазақтың балаларын оқуға түсіреді, бірақ оларды тек қана тіл факультетіне түсірген. Яғни орыс тілдерін, басқа тілдерді меңгеріп келіп, ертең генерал губернаторлықтың кеңсесінде сол патшалық үкіметке қызмет ету үшін әдейі оқытқан. Барлыбектің қанатын кесіп, бұны дәрігерлік оқуға жолатпаған. Сөйтіп Барлыбек ағамыз 1886 жылы 20 жасында Верныйдан Санкт-Петербург қаласына аттанып, Санкт-Петербургтағы императорлық университетке грантқа түседі, шығыстану факультетіне. Қазақтан алғашқы болып шығыстану факультетінде оқыған азамат осы Барлыбек Сырттанұлы. Бұл кісінің мамандығы араб, татар, түркі, парсы тілдері деген мамандыққа түскен. Бұл кісі 9 тілді білген. Сол кезде Барлыбек атамыздың мынау дарыны ерекше болған. Мен Петербургтағы архивпен, Мәскеудегі архивпен және Орынбор, Томскіде жұмыс істеп, Барлыбекке қатысты көптеген деректер тауып, осы 2019 жылы Барлыбек Сырттанұлы өмір шығармашылығы деген кітап шығардым. Бүкіл архивтен тапқан құжатымды соның ішіне кіргіздім. Енді мынандай қызық нәрсе. Петербургтың архивімен жұмыс істеп отырғанда 1945 жылы Санкт-Петербург университетіне 100 жыл деген кітап шығыпты. Әлгі кітапты тауып ашып қарасам, мынандай дерек бар. Студент Восточного факультета 3-го курса Б. Сылтанов помог профессору Менделееву дейді. Анық жазылған. По восточному турецкому языку, и он консультировал дейді. Енді қараңыз. Бұл Сырттанов деп берілмеген, Сылтанов деп жазып жіберген. Барлыбек емес, Бердібек деп жазыпты. Сонда 1887 жылы Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры Дмитрий Иванович Менделеев Санкт-Петербург университетіне қызметке ауысып келген профессорлыққа. 1887 жылы бұл кісі келген кезде әлі химиялық элемент таблицасын жасамаған. Сол кезде оған түрік тілдері, шығыс тілдері бойынша консультация жасап көмектескен шығыстану факультетінің 3-ші курс студенті Барлыбек Сырттанұлы екен. Небәрі 22 жастағы студент Менделеевке көмектескен. Көрдіңіздер ме? Бұл кісі қандай болған? Енді мынандай қызық нәрселерді таңғалды архивте жұмыс істегенде. Бұл кісі осы университетте оқып жүрген кезде жазғы каникулда ауылына қайтпайды екен. Содан бір күні бұны оқу басшылығы шақырып алып, арыз жаздыртыпты. Сіз неге еліңізге қайтпайсыз деп. Сонда Барлыбек Сырттанұлы былай деп жазыпты. Менің еліме барып қайтуға кемі 2 ай кетеді, баруыма. Қайтуыма 2 ай кетеді. Ол менің оқу программамның сыртына шығып кеткендіктен мен каникул уақытысында Петербургте қалуды ұйғардым дейді. Ол кезде 1887 жылы әлі Қазақстанға теміржол келмеген. Тек бұл кісі былай барған екен. Талдықорғаннан Семейге дейін ат-арбамен барады, Семейден пароходпен Омбыға барады, Омбыдан ары қарай ат-арбамен Орынборға барады, Орынбордан пойыз арқылы Петербургқа барған. Сонда 4 ай кетеді екен барып қайтуына. Бұл кісі 4 ай еліне барып кетпеу үшін ата-анасына сағынбаңыздар, мен оқу жолындамын деп хат жазып, сол каникул уақытысында шығыстану факультетінің сыртында медицина факультетіне оқуға түсіп, дәрігерлік мамандықты қосымша игерген. Жана бұл кісіге генерал рұқсат бермей қойды ғой. Ал бұл кісі стипендиясын жинап отырып, сол жақта медицина факультетіне түсіп, фельдшерлік мамандықты бітіріп алған екен. Көрдіңіздер ме? Білімге деген ынталық қандай. Енді бұл кісілер Петербург университетіне оқуға түскенде, заң факультетінде Сұлтанның баласы Бақытжан Қаратайұлы деген азамат оқыды. Және Бақтыгерей Құлманұлы деген азамат оқыды. Жанша Сейдалин, Жаханша Сейдалин, Мәмбетәлі Сердалин деген азаматтар болған. Сералы Лапин деген жігіттер болды. Бұлардың барлығы әртүрлі факультетте оқыған. Бірақ бұлар барлығы қазақ болғандықтан, қазақ даласынан келгеннен жиналып, бір күні Барлыбектің идеясымен жерлестер деген ұйым құрылады Петербургта. Сонда бұлардың ұйымы былай болған. Жыл сайын жаңадан студенттер келгенде, олар қалаға үйрене алмағандықтан, ақша жоқтан, киім жоқтан, тамақ жоқтан қиналмасын деп бір-біріне жәрдем беру үшін жаңағы жерлестер деген ұйым құрып, бір-біріне кітап оқытып, бір-бірін жетілдіріп отырып, жаңағы ішкі орыстар оларды соғатын болса, бұлар жиналып барып оларды соғып, өздерінің намыстарын таптатпай, Петербургтың үлкен даңғылдарында алшаңдап, талтайып емін-еркін жүрген екен. Міне, бұлар қазақтың намысын солай көтерген. Жерлестер деген ұйым әлі күнге Петербургта бар. Сол Барлыбектер негізін қалап кеткен ұйым. Міне, осындай тұлғалар болған. Енді екінші бір дерек.
1887-88 жылдары қазақ даласында екі ғана газет шыққан. Біреуі Дала уәлаяты, екіншісі Түркістан уәлаяты. Дала уәлаяты деген омбы генерал губернаторлығына қараған, ал Түркістан уәлаяты Түркістан генерал губернаторлығына қараған екі газет. Сол кезде Барлыбек Сырттанұлы өзінің мақалаларын жаңа газетке жібереді екен. Сол мақаланы оқып, мынау қазіргі Павлодар облысының Баянауыл деген ауданына қарасты Теңдік деген ауыл бар. Сол жерде атақты Мұса Шормановтың ұлы Сәдуақас Қажы Шорманов деген азамат болған. Сол Сәдуақас Шорманұлы өте бай меценат болған, алаш азаматтарына көмектескен. Бұл Шормановтың қызы Зейнеп деген апайымыз Шоқан Уәлихановтың анасы. Шоқан менен Сәдуақас туған нағашылы жиен бір-біріне. Сол Шоқанның Григорий Потанин деген жақын досы болған, қазаққа өте көп көмектескен, қазақ арыстарын Әлиханды, Ахметті, Міржақыпты өте қатты қолдаған. Сол Григорий Потанин жаңағы Сәдуақас қажымен хат алысып, хат берісіп, жақын дос болып отырған. Бір күні Сәдуақас қажы Потанинге хат жазыпты. Шоқан Уәлихановтың 6 томдық еңбегінің 4-ші томында осы хаттың түпнұсқасы жарияланған. Сонда былай дейді: құрметті Григорий мырза, бүгінде қазақ балалары Ресейдің түрлі оқу орындарында оқып жатыр. Мысалы, Омбыдағы техникалық училищеде 30 бала, медреселерде 4 бала, Орынборда 2 бала, Петербургта Жетісудың баласы Руы Сырттанов деген азамат оқып жатыр. Бұл бала ақшадан тарығып жүр екен. Мен сізге ақша салып отырмын. Осы балаға көмектесіп, жәрдемдесіңізші дейді. Қараңызшы, 1887 жыл. Интернет жоқ, телеграф жоқ, ештеңе жоқ. Бірін-бірі өмірі көрмеген. Біреуі Жетісудың қазағы, біреуі Баянауылдың қазағы. Ешқашан кездеспеген, тек қана Сәдуақас қажы Барлыбектің Дала уәлаятындағы, Түркістан уәлаятындағы жазған мақалаларын оқып, ынтығып, қазақтың болашақ жеткіншегінің сондай дәрежеде ойлай білетініне риза болып ақша салып отыр. Оқысыншы деп. Сондай стипендияны игерген Барлыбек жаңағы Сәдуақас қажының бөлген ақшасына 2000 кітап сатып алыпты. Ойлап көріңіз, 2000 кітап. Оның ішінде Вольтердің көп томдығы, Гетенің, Толстойдың, Пушкиннің, Лермонтовтың, Достоевскийдің томдықтары екен. Бұл кітаптардың барлығын кейін оқу бітіргенде Жетісуға алып келген екен туған жерінен. Кейін Барлыбектің қызы Салиха деген анамыз ұзатылғанда жасауына қосып 2000 кітапты Барлыбек аманаттап беріпті қызына. Өйткені Барлыбектің күйеу баласы Шамай Шынасылып деген оқыған азамат болған. Ол Шамай Ильяс Жансүгірұлының аталас ағасы болған. Сол оқыған азамат кітаптың қадірін біледі ғой деп, соның қызының жасауына кітапты әдейі қосқан. Күйеу балам оқысын деп. Кейін сол кітапты Ильяс Жансүгіров оқып өскен. Міне, қазақ балалардың бір-біріне деген қамқорлығы. Барлыбек атамыз Петербург университетін алтын дипломмен бітіріп, алтын медалін алып, жолдамаменен Ташкент қаласына келеді. 1890 жыл оқуын бітіріп, 1890 жылдан 1894 жылға дейін Ташкент қаласында жұмыс істейді. Сол кезде бұл кісі аталық қызы Еркежан деген қызға отбасы құрып үйленеді. Еркежан екеуі 5 ұл, 1 қыз сүйген. Балалардың барлығы оқыған, білімді болады. Бұл кісі Ташкентте Түркістан генерал губернаторлығының кеңсе палатасында стол начальник, меңгеруші деген сияқты қызметтер атқарып, 1894 жылы генералдың тапсырмасымен Алматы қаласына, Верный қаласына қызметке ауыстырылады. Сол кезде бұл кісі ең бірінші атқарған қызметі ерекше тапсырмалар жөніндегі кіші чиновник қызмет атқарған. Ол кезде бұл қызмет КНБ-ның қызметін атқарған, ерекше тапсырма деп, яғни разведгруппаны басқарған Барлыбек Сырттанұлы сол кезде. 1894 жылдан 1908 жылға дейін Барлыбек Сырттанұлы Верныйда қызмет атқарып, өте жақсы жұмыс істеген. Бірақ осы жылдарында Барлыбек Алаштың азаматтарымен танысып, дос болады. Барлыбек пен Әлихан Петербург қаласында таныс болған.
Барлыбек оқуын Петербургтан бітіріп жатқан кезде Әлихан Петербургқа оқуға енді түсіп жатқан. Екеуі бір-бір көріп танысқан біліс азаматтар. 1905 жылы бірінші орыс революциясы өткеннен кейін Барлыбекте Әлихан, Ахмет, Міржақып бастаған алаш серкелерімен табысып Қарқаралыдағы қоянды жәрмеңкесіне болып достасқан. Осы кезде алаштың шаңырағын көтеру үшін алаш қозғалысы өмірге келеді. Барлыбек осы кезден бастап мықты белсене қызмет атқара бастайды. Өйткені Барлыбектің қолында билік бар, ол генерал-губернаторлықтың барлығының жұмбақтарын, жасырған сырын барлығын білгендіктен өте қатты жұмыс істеген, сөйтіп алаштың қозғалысының өрістеуіне, дамуына қатты үлес қосқан. 1905 жылдың желтоқсанында қазіргі Орал қаласында 5 облыс қазақтарының съезі өткен. Соған Петербург университетінде оқып жатқан Халел Досмұхамедұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Мұстафа Шоқайұлы, Барлыбек Сырттанұлы, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Бақытжан Қаратайұлы бастаған азаматтар жиналып, сол жерде қазақ парламенттік демократиялық партиясын құру туралы мәселе қозғап, сондай шешім шығарады. Бірақ өкінішке қарай партия құрыла алмай қалады. Өйткені партияны құру үшін жаңағы азаматтар көп болу керек партия мүшесі. Ол кезде қазақтар енді оянып, енді оқуға келатқандықтан партияның жұмысы аяқсыз қалады. Сол кезде Барлыбек Алматыға келіп, 1905 жылы тұңғыш рет мұсылман кітапханасын ашқан Алматы қаласының. Ол қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанында тұрған Сапарғали Бегалин атындағы кітапхананың орны. Соны Барлыбек Сырттанұлы атамыз ашқан. Енді мынау Гоголь көшесі менен Пушкин көшесінің қиылысында Панфилов паркінің алдында аурухана бар, нөмірі 1 аурухана. Сол нөмірі 1 аурухананы ашқан Барлыбек Сырттанұлы. Алматыдағы мұсылмандар ауруханасын ашқан Барлыбек Сырттанұлы болған 1906 жылы. Сол кезде бұл кісі қатты қызмет атқарып, Алматыдан қазақ жастарына арнап театр, қазақ жастарына арнап кітапхана, кітап дүкені, одан кейін аурухана сияқты жұмыстардың барлығын жасап атқара бастаған. Енді мынандай қызық болған. 1907 жылы 2 Николай патша барлық мешіттер мен шіркеуге өзінің суретін қою туралы тапсырма береді. Портретін ілу туралы. Сол кезде Алматының бүкіл мешіттеріне жаңағы патшаның суретін қоямыз дейді. Сол кезде Барлыбек Сырттанұлы қарсылық білдіріп, патшаның суретін мешітке қойғызбайды. Бұл Құдайдың үйі, біз бұл жерге қоймаймыз. 1905 жылдың 22 маусымында біз петиция жазғанбыз. Қарқаралы петициясында дінге бас бостандық берілген, патшалық тарапынан дінге еркіндік болу керек болған. Бұл біздің құқығымызды таптау, сондықтан мешіт пен шіркеуге сурет қойылмайды деп, өзінің оқығандығын, заңгерлігін дәлелдей отырып, бұл кісі жаңағы нәрсені қойғызбай тастайды. Сөйтіп, бұл кісі патшалық билікпенен енді ашық күреске түсе бастайды. 1907 жыл мен 1908 жылы Барлыбек Сырттанұлы өзінің басшысы генерал Поповқа, генерал Покатиловқа, кейінгі генерал Михаил Фольбаумға қарсы күрес жүргізген. Кәдімгі дастархан үстінде қырылысқан екен. Алматының архивінде жұмыс жасағанымда көптеген деректерді көрдім. Сонда Барлыбектің қайраткерлігін көрсеңіз, генералдардың өзін шатастырып отырған сөзінен. 9 тілді білген ғой енді, емін-еркін. Сонда бұл кісі былай дейді: сіздер дейді, мынау Жетісу даласына дейді, заңсыз келдіңіздер, және Жетісудың ең шырайлы топырақтарына, ең шырайлы жеріне сіздер орыстың қара шекпенділерін әкеп, біздің мұжықтарға жерді беріп, біздің қазақтың жерін тартып алып отырсыздар. Бұл низамда жоқ. Біз конституция бойынша құқығымызды қорғауымыз керек деп петиция талаптарын көрсетіп, қайта-қайта арыз жаздыра бастайды. Сөйтіп, генералды бір соққы береді. Енді Барлыбекті жер мәселесі негізінде бала жасынан қинаған. Барлыбектің жаңағы ағасы болған батыр Тәнеке Қожабекұлы деген кісі ең алғаш Жетісуға қара шекпенділерді әкелген кезде ақылды көреген кісі болған ғой. Мынандай нәрсе істепті. Орыстар жаңағы ақшаға, пара алуға өте құмар болған ғой генералдар. Сол генералдардың көңілінен шығу үшін және Жетісудың ең шырайлы деген жерлерін алып қалу үшін бұл кісілер былай істепті. 500 жылқы сойдыртыпты. Содан кейін тапсырма беріпті әрбір болысқа. Жылқының барлығын асыңдар әрбір ауыл деп. Ал тұяқтарына алтын құйыңдар деп. Сом-сом алтын деп.
Енді 500 жылқының 4-кеден көбейтіңіз. Қаншама алтын жаңағы сон құйылғанда. Сонда генерал келе атады, мынау кімнің жері дегенде, менің жерім деп қалтасына жаңағы жарқыраған тұяқ тазаланып тұр, оның ішіне сом кеседей алтын құйылып тұр. Қалтасына салып жібергенде генерал алтынды алып, жақсы сізге қалсын деп жүріп, сөйтіп бүкіл Жетісудың жерін орыстың қара шекпенділеріне бермей сақтап алып қалған Барлыбектің ағасы. Бұны Барлыбек бала күнінен көріп білген. Енді Барлыбек Сырттанұлы ашық күресе бергеннен кейін бұл кісіні 1908 жылы 42 жасында отставкаға жіберді генерал. Қызметінен босатып тастаған. Сөйтіп Барлыбек қызметінен кеткеннен кейін тәуекел деп өзінің туған жері Қарағаш қаласына келіп, сол жерден маман балаларымен 1899 жылы ең алғаш ашылған маман мектебіне орыс тіл пәнінен мұғалім болып, балаларды оқыта бастайды. Сол кезде қазақ интеллигенциясымен хат жазысып жүреді. 1910 жылы 21 қазан айында қазіргі Ұзынағаш қаласының төңірегінде Ұзынағаш съезін ұйымдастырып, бүкіл қазақ даласынан азаматтарды жинап, дін мәселесін көтереді. Мүфтият ашу керек дейді. Өйткені қазақтың әр жерінде әр түрлі діни әдет ғұрып жүріп жатады. Мысалға, батыс өңірінде кісі қайтыс болса, оның жаназасын бірден шығарған, оңтүстікте кісі қайтыс болса 3 күннен кейін шығарған, солтүстікте кісі қайтыс болса сол заматта шығарған. Сөйткен діни әдет ғұрып әр жерде ала-құла болғанын білген Барлыбек бұнаны реттейік шариғат жолымен. Біз мүфтият құрайық деп барлық оқығандарды жинап, мүфтият мәселесін көтеріп, мүфтият ашқан. Барлыбек Сырттанұлы мүфтияттың негізін қалаған сондай үлкен тұлға. Енді Барлыбек Сырттанұлы 1910 жылы Қарағашта жүргенде ынтымақ ережесі деген 15 баптан ғана тұратын керемет ереже жазып шығады. Ынтымақ ережесінде былай дейді: қарап отырсаң, ол қазіргі қоғамға өте керек заң сияқты. Осыны әр қазақ ұстанса болады. Сонда былай дейді: кім-кім ораза ұстамаса, зекет бермесе, кедей-кепшікті оқытсын, кедей-кепшіктің баласына киім-кешек берсін, кедей-кепшіктің баласын мектепке түсірсін, университет оқытсын, қазақ жастарын керемет деңгейге көтерейік дейді. Сөйтіп, біреудің әйелі қайтыс болатын болса дейді, оның отбасында жағдайы жоқ болатын болса, барлығымыз жинап, оның марқұмның жаназасын, жетісін, бейсенбісін, қырқын, асын деген сияқты діни рәсімдерін бірігіп өткізейік деген сияқты керемет әлеуметтік прогрессивтік ойларын ортаға салған. Барлыбектің қайраткерлік қырын аша түсетін ең үлкен құнды еңбегі 45 жасында жазылған Қазақ елінің уставы деген еңбек. Барлыбек бүгінгі қазақ елінің, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның конституциясының негізін қалаған, алғашқы қазақ конституциясын жазған үлкен қайраткер. Біз Барлыбекті ешқашан ұмытпауымыз керек. 1911 жылы Барлыбек қазақтың жер мәселесін көтеріп Петербургке барған, патшаға кірем деп. Үкімет басшысы Столыпинға кірем дейді. Сол кезде 1910 жылы Столыпиннің аграрлық реформасы деген жүріп, бүкіл Орта Азияның жерін тартып алу туралы, және ол жерге егін егу, тыңайту мәселесі туралы жарлық қойған. Соған қарсы Барлыбек белсене күресіп Петербургке барады. Өкінішке қарай патша өкіметі Барлыбекті қабылдамай қояды, бірақ Барлыбек ебін тауып орыстың демократ революционерімен кездесіп, өзінің студент кезіндегі жақын достарымен араласа жүріп, патша өкіметінің сыртқы істер министрі Вюнганың қабылдауына кіріп, Вютоменен тікелей бетпе-бет сөйлесіп мәселелерді шешкен болатығым. Сол кезде бұл Барлыбек Әлихан Бөкейханның пәтерінде тұрған, Әлихан екеуі қатты жақын сырласқан. Әлихан Бөкейхан бір күні Барлыбекке тапсырма береді: сен заңды жетік білесің, шығыстану факультетінде оқыдың, өзің халықаралық саясатты, халықаралық құқықты, полициялық құқықты, экономикалық құқықты, қаржылық құқықты, менеджмент құқығын жетік меңгердің, Еуропа, ақш заңдарын білесің, сен қосымша медицинаны білдің, сондықтан сен қазақтың конституциясын жазуың керек, сен осыны жаз деп тапсырма берген. Барлыбек Сырттанұлы Петербург қаласында Әлихан Бөкейханның пәтерінде 1911 жылдың 13 маусымы күні бір түнде қазақ конституциясын жазып тастаған. Бұл қазақ конституциясы 4 бөлім 28 баптан тұрады. Сіздерге мен қазір соны оқып берейін. Қараңыздар, жүректеріңізге қандай әсер ететін керемет заң. 4-ақ бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі былай дейді: қазақ елі
халық билейтін һәм қазақы ерекшеліктері бар ел. Қазақ елінің жеке туы болады. Туы жасыл, қызыл һәм сары көлденең жолақтардан жасалады. Басындағы бұрышта ай һәм жұлдыздың суреті болады. Жасыл түс елдің исламға берілгендігінің белгісі. Қызыл ел қорғауда төгілген қан, сары қазақтың кең даласы, еркіндіктің белгісі дейді. Бұдан былай қазақ елі Ресеймен достық, яғни доминион дәрежесіндегі қарым-қатынаста болады дейді. Қазақ елінің ең басшы орын ұлт мәжілісі. Оған дауыспен өткендер қазақ елінің басшысы, президенті 4 жылға сайлайды дейді. Қарап көріңіз. 1911 жылы Барлыбек Сырттанұлы президент, ұлт мәжілісі, сот, правосудие, присяжный суд деген мәселелерді көтерген болатын, жазып шыққан. Яғни бүгінгі қазақтың ойлау кеңістігіне, мынау ғылыми теориялық терминге Барлыбек президент, конституция сияқты сөздерді енгізген. Мына жерде доминион деген сөз жазылып тұр. Доминион деген достық деген мағынаны білдіреді екен. Мынау сол жыл 1910 жылдары Ұлыбританияның колониясы болған. Ұлыбритания патшалығы корольдігінің маңайында Австрия, Жаңа Зеландия сияқты мемлекеттер сол Британияға қарап, Британияға бағынышты болған. Кейіннен Британияның лордтар палатасы қарсылық білдіріп, Жаңа Зеландиялар өз алдына жеке мемлекет болып, доминион дәрежесінде қалған. Сол Британияның, ақш-тың, Еуропаның заңдарын ерекше меңгерген Барлыбек және Чарльз Монтескенің, Вашингтонның еңбектерін жіті меңгергеннен кейін осы еңбегін жазғанда доминион деген сөзді ұғымға кіргізген. Көрдіңіздер ме? Қалай терең болжап отыр. Енді былай дейді: бір президент екі реттен асып ел билеуге құқы жоқ дейді. Президент қазақ елін министрлер арқылы басқарады. Министрлерді президент өзі таңдайды, бірақ ұлт мәжілісі арқылы дауыспен шешеді дейді. Міне, осындай қазаққа ұғыныңқы жеңіл 4 бөлім 28-ақ баптан жазған. Және барлығы емін-еркін жазылған. Енді мынандай жерді бір қараңыз. Адам баласының құқы туралы дейді. Қазақ елінде адам баласының бәрі тең құқылы. Дініне, қанына, тегіне, нәсіліне қарап адамды қорлауға жол жоқ. Адам тек закон һәм Құдай алдында жауап береді. Қазақ елінде адам балалары бостандықта, теңдікте һәм бақытты өмір сүруге құқылы. Қазақ елінде ер мен әйел тең. Қазақы ерекшеліктер әйел адамдарды қорламайды, әйел келісіммен іске асырылады дейді. Енді мынандай нәрсе келтірген. Қазақ елінде соттың рұқсатынсыз адам баласы ұсталмайды, абақтыға қамалмайды. Ұсталғандар сот 24 сағатта үкім беруі шарт, болмаса қамаудан босатылады. Законды бұзумен қамаған сот алдында сазайын тартады дейді. Енді мынандай нәрсе айтқан. Қазақ жері туралы дейді. Қазақ жері оның меншігінде болады. Қазақ елінің жері саудаға түспейді. Құдай оны адам баласына пайдалану үшін жаратты. Жердің кені, орман, су, көлі һәм таулары қазақ елінің иесінде. Мал жаю, егін өсіру, үй салу, жерді өңдеу һәм жерді пайдалы іс мақсатында қазынаға қайдару үкімет рұқсатымен болады дейді. Енді сот туралы былай дейді. Судьялар дау шешкенде үкіметке я адам баласына бағынбай, закон мен һәм сот ережелерін орындауы керек дейді. Судья қазақ тілін жетік меңгеруі шарт дейді. Және судья дейді, партияда болмауы керек дейді. Міне, осындай ғана заң ерекшелігі. Қарап көріңізші, қандай жеңіл. Ұғыныңқы, әрқайсымызға жеңіл жазылған және терең болмыспенен жазған. Бүгінгі біздің конституциямыз 9 бөлім 98 баптан тұрады. Әдебиетші ретінде, зерттеуші ретінде мен сол конституцияның 4-5 бабын ғана жатқа білетін шығарым, қалғанын білмеймін. Өйткені оның сөздері қиын. Мен Ақжол демократиялық партиясында идеология бөлімінде аға сарапшы болып жұмыс істедім 3 жыл. Сол кезде депутат сауалдарды, түрлі заңдарды жазумен айналысқам. Сонда көрдім көресіні. Біздің парламент қазақша жаза алмайды екен. Барлығы орысша жазады. Міне, Барлыбектер парламентті қазақша қылу дегенді сол кезде жазған. Кейін мен Евразия университетінде, одан кейін Астанадағы Казгюа, Қазақ гуманитарлық заң университетінде қазақ тілден сабақ бердім, заң мамандықтарына. Сол кезде заңгерлерге айттым: ей, айналайындар, болашақсыңдар, сендер мына заңгер болам деп отырсыңдар, ертең біреу юрист болсын, заң шығару органында жұмыс істейсіңдер, тіпті араларыңда депутаттар отырған шығар. Қазақ тілін білмесеңдер қалай болады? Сендер мына қазақтың құқықтық ойлау жүйесін, Әлихан, Ахмет, Міржақып, Барлыбек деген заңгерлерді, заң білімін негізін қалаған тұлғаларды меңгеріңдер деп лекциямды үнемі айттым. Және оларға қазақ
арыстары туралы және олардың еңбектері туралы жиі айтып жүрдім. Және қазіргі менің қызметімде біздер ел таным деген жоба аясында дәрістер оқимыз. Сол кезде мен үнемі сұрап аламын, мені әскерилерге, КМБ-ға, жаңағы ұлттық ұланға жіберіңіздерші, мен сондай мемлекетті қорғайтын ішкі және сыртқы факторларымызға жауап беретін аса маңызды органдарға барып лекция оқиын, олардың таным түсінігін оятайын деп барғанымда сөздің бісмілласын алашпен бастаймын. Әлиханды, Ахметті, Барлыбекті, Мұстафаны таныстырамын. Енді сіздерге Барлыбектің осы заң жазғаннан кейінгі өмірін айтып берейін. Барлыбек заңды жазады. Петербургта жүргенде Барлыбектің артынан өзіміздің қазағымыз Жетісудың азаматтар арыз жазып, қайта-қайта генералға шулата берген. Сөйтіп Барлыбектің әкесі 77 жастағы Сырттан деген ақсақалды түрмеге қамап тастаған. Сөйтіп Сырттан ақсақал телеграф хат жазады: Барлыбек, ұлым, сен қайтпасаң мені түрмеден босатпайды. Менің жасым келгенде абақтыда отыру сүйегіме басылған қара таңба, еліме қайтшы ұлым, жері де елі де садаға, мені қинама бұлай дейді. Сөйтіп Барлыбек амал жоқ, өз қазағынан өзі таяқ жеп, қан құсып Петербургтан еліне қайтады. Мен бұл сөзі дәлелсіз айтып отырған жоқпын. Барлыбек қайтыс болғаннан кейін Мұхамеджан Тынышпайұлы мен Әлихан Бөкейхан некролог жазған. Ол мақалалар бар, сонда Әлихан жазды. Барлыбек Петербургқа келгенде ұлты үшін іс қылам дегенде Жетісу қазақтары үстінен арыз жазып еді. Бұл ұят нәрсе болды дейді. Ал енді Мұхамеджан айтады: Барлыбек ағам ел деп келгенде елі оның соңынан қара топырақ шашпады ма дейді. Не деген сөздер, қараңыздар. Қайраткер адамның ісін бағаламаған. Сөйтіп Барлыбек еліне келгенде Барлыбектің жақын Жайық деген досы болған. Оның мынау лақап есімі Қара деген болған. Ол жандармерияның тыңшысы болған. Барлыбектің жүрген тұрысын, іс-әрекетін қайта-қайта жазып отырған ғой. Мынау Қапалға Жақып Ақпайұлы деген Алаш азаматы, Барлыбектің жақын досы, түрмеге қамалған. Сол Жақыпты түрмеден алып келіп, маман балалары ашқан мектепте оқушылармен кездесіп, үлкен юристтің әңгімесін тыңдатқан екен Барлыбек. Жетісу даласына Отыншы Әлжанұлы, Райымжан Мәрсекұлы сияқты азаматтар келген, Міржақып Дулатұлы келген, Алаш әскеріне көмек сұрап. Сол кезде бұлардың барлығы жаңағы Қарағаш қаласына тоқтаған, Барлыбек сабақ берген мектепке оқушылармен кездестірген, Алаш ұранды мектеп болған, балалар ол қыз болып жеке-жеке оқыған. Бұлардың барлығы жаңағы Мұстақым Малдыбайұлы, Ғабдылғазиз Мұсағалиұлы, Файзрахман Жиханғаров сияқты білімді мұғалімдерден тәлім алған. Осылар Алаштың арыстарын кездесіп, оларменен жата әңгімесін тыңдаған, сөйтіп ұлтшылдық қасиеттерін оятқан ғой. Сол кезде жаңағы Жайық деген азамат мына жерде патшалық үкіметке қарсылық жүргізетін дәрістер жүргізеді, кештер ұйымдастырылады. Бұларды жазаламасқа болмайды деп қайта-қайта хат жазған. Барлыбек Сырттанұлы орыс тілін үйретеді. Орыс тілі арқылы бұл қазақ жастарын ұлтшылдыққа тәрбиелеп жатыр. Ертең бұл балалардың барлығы орысша меңгеріп шыққаннан кейін патшалық билікке қарсы жұмыс істейді. Сіздер бұның алдын алыңыздар деп генералға қайта-қайта хат жазған. Михаил Фольбаум деген генерал Барлыбекті жек көрген. Өйткені ол Барлыбек жаңағы колледж секретары деген үлкен дәрежелі қызмет алған. Ондай атақ Пушкинде болған. Колледжский регистр деген патшалық билік тарапынан берген атақ қой. Сол атақты алған кезде Барлыбек жаңағы генералға бағынбайды екен. Өйткені Барлыбектің авторитеті Жетісуда сұмдық болған. Оны Мұхамеджан Тынышпайұлы жазады өзінің мақаласында былай деп: Барлыбек Сырттанұлы дейді, алдына келген қазақ баласын дейді, руына, тегіне, жасына, жынысына қарап бөлген емес дейді. Үлкен болса тақсыр деп, кіші болса шырағым деп құрметтеп отыратын дейді. Мен оқуға түскенде дейді, Барлыбек ағам, маған оқы, үлкен азамат бол, қазақтың бағын аш, және өзіңнен кейін қараңғылықтың құрсауында қалған еліңді алға жетеле, сен үмітсің, жақсы жүр, ұлтыңның намысын биік ұста деп айтқан деп сөз жазады. Сондай жігерлендірген қайраткер еді, мені оқуға түсірген еді деп бір еске алған сағынышпен. Барлыбек жаңағы генерал губернаторлықта істеп жүргенде Алматыдағы ер балалар гимназиясына көптеген қазақ балаларын оқуға түсірген. Мәселен, Жұбаныш Бәрібайұлы, Садық Аманжолұлы, Тоқаш Бокин, Оразжан Досып,
сияқты көп енді шәкірттер. Солардың барлығын оқуға ақысыз түсірген. Бұлардың барлығы жағдайы төмен отбасының балалары болған. Барлығын оқуға түсірген. Кейін бұлардың барлығын жаңағы оқуына ары қарай Петербургта, Мәскеуде оқуына көмектескен. Барлыбектің шәкірттерінің ішінде 4 шәкірті: Мұхамеджан Тынышбайұлы, Базарбай Мәметұлы, Садық Аманжолұлы, Ыбырайым Жайнақұлы деген 4 шәкірті кейін Алашорда үкіметінде министр қызметін атқарған. Сондай дәрежеге жеткен. Барлыбектің үмітін ақтаған. Өкініштісі, Барлыбек еліне келгенде жаңағы қайта-қайта арыз жазыла бастады. Осы арыз Барлыбектің тыныштығын құртты, мазасын қашырды. Барлыбек елінде жатқанда текке жатқан жоқ. Петербургта оқып келген медициналық мамандығынан пайдаланып, Жетісудағы дәрі-дәрмелік шөптерді жинастырып, ең алғаш дәрілік өсімдіктер деген кітап жазған. Қай шөпті қандай емге пайдалану керектігі туралы кітабы жазылған. Кәдімгі үлкен еңбегі бар. Сонда қарап отырсаңыз, Барлыбек заң ғылымының негізін қалады, медицинада кітап жазды, әлеуметтік прогрессивті бағыттан ережесін жазды, сан салалы тұлға болған. Және Менделеевке көмектескен тұлға. Енді осындай азаматты 48 жасында 1914 жылы 26 қарашада сағат 2-де Сүттігенде бөлек бұрған деген өзеннің бойында атып тастаған екен. Бұл былай бопты. Барлыбек үйінде әйелі Еркежан екеуі шай ішіп отырғанда Жайық досы келеді. Мынау таудың аңғарында мынау генералдың шабарманын жылан шағып өлтіріпті. Соны барып көріп қайтайық, сен дәрігерсің ғой, емдеп көрші, жан сырап жатыр дейді. Барлыбек аңғал сеніп, өзімен бірге жаңағы дәрілік керек құрал жабдықтарын алып барады. Барса өлген адам да жоқ, жылан шаққан сайтан да жоқ. Барлыбекті алдап қолға түсіреді. Сол кезде айтады: сен Әлихан Бөкейге хат жаздың, не деп айттың? Конституция жазып отырсың, конституцияң арқылы қазаққа тәуелсіздік алып беруді ойлайсың. Сенің арман мұратың не? Сен неге Айқап газетіне қазақ съезін ұйымдастыру керек, жалпы қазақ съезін жариялайық деп неге қайта-қайта хат жазасың? Мынауыңды тоқтат дейді. Барлыбек айтады: мен бас тартпаймын. Өлсем де қазақ үшін өлем, қазақтың жері үшін өлем. Мен қазаққа азаттық әпермей қоймаймын дейді. Сөйтіп Барлыбектің желке тұсынан, яғни 4 адам сөйлесіп тұрған ғой. Барлыбек былай қарап тұрғанда, мына желке тұсынан арт жақта тұрған екінші бір азамат ақтқан екен. Сөйтіп Барлыбек желке тұсын оқ тигенде бірден өлмеген, жансырап жатқан. Ана оқ атылған кезде таулы тасты аймақ қой, оқ жаңғырған, қатты жаңғырған. Сол кезде Еркежан шай ішіп отырғанда шошып кеткен дейді. Кейін Еркежан қайнысы менен баласы Әбдіқадырды жіберген. Барып қараса, Барлыбек тау аңғарында құлап жатыр екен. Кейін Барлыбекті алып келіп, үйіне әкеп, жаңағы емдеп көрейін дейді, бірақ ем қонбайды, астынып кеткендіктен. Сол күні түстен кейін сағат 5-тің мөлшерінде Барлыбек қайтыс болған. Мен бұны Барлыбек Сырттанның ұлы 1898 жылы туып, 1970 жылы қайтыс болған, көп уақыт өмір сүрген Абдулқадыр Сырттанов деген Барлыбектің үлкен ұлының естелігінен жазып отырмын. Ол кісі 4 дәптер жазып қалдырған. 4 дәптерінің біреуі Талдықорған қаласындағы Ілияс Жансүгіров атындағы музейде сақталыпты, 3-еуі менің қолымда. Сол дәптерлердің барлығындағы деректер бір-бірімен ұқсамайды, өйткені ол төте жазумен жазылған, латын графикасымен жазылған, әртүрлі жаза берген. Әкесі туралы естеліктерді. Өйткені өзі де бақылауда болыпты. Бұл кісі айтады: мен 1956 жылға дейін бақылауда болдым. 1956 жылы ғана сіз бақылаудан боссыз дегенде бірақ білдім дейді. Көрдіңіз ба? Барлыбектің Дәрібек Сырттанұлы деген ұлы болған, Әуезовпен бірге Ташкент қаласындағы Центральный Азиатский университетінің филология факультетінде оқыған. Жұмахан Күдерин, Мұхтар Әуезов барлығы 1930 жылы сотталған. Барлыбектің туған інісі Қанатқан Алашорданың әскерін құрысқан Жетісуда. Барлыбектің туған інісінің баласы Болатқан Сырттанов, Мырзахан Сырттанов дегендер Алаш әскерінің сапында болған, бұлардың барлығы атылған. Барлыбек 1914 жылы 48 жасында өлгенде әкесі, шешесі тірі болған. Әкесі Барлыбектің қазасын көтере алмай 1916 жылы 78 жасында қайтыс болған. Баласының, үміт күткен баласының өлімінен шыдай алмай күйіп кеткен ғой Барлыбек.
әкесі. Сондай қиын жағдай болған. Ал енді Барлыбектің әйелі 1940 жылы қайтыс болған екен. Мен Барлыбектің немересі Мүгүлсім деген әжемен кездестім. Ол кісі мен 97 жасында кездестім, Қарағанды қаласында тұрған. Былтыр 2019 жылы тура 31 мамыр күні кешкісін Қадыр түнінде әжем 99 жасында қайтыс болды. Ауырмай, сырқамай. Биыл 100-ге келетін еді. Әттең ол кісі менің кітаптарымды көре алмай қалды. Өкінішім сол. Бірақ ол кісі маған құнды деректер айтып берді. Сол Мүгүлсім әженің айтқан бір деректері бар. Былай дейді. Мүгүлсім әже 20-шы жылғы ғой, анық есім біледі. 28-ші жылы әжесі Еркежан екеуі көрші ауылдағы туыстарының үйіне барып келсе, Барлыбектің үйінің астан кестенін шығарып жатыр екен, қара киім киіп алғандар. Содан бір уақытта шошып кеткен ғой енді жаңағы әйел Еркежан. Не істеп жатсыңдар десе, Еркежанның жанында тұрған кішкентай немересі Мүгүлсімді жұлып алып, қызыңды зорлаймын депті. Жаңағы бір офицер тұрып, қазақ екен сол. Қызыңды зорлаймын деп. Кішкентай қыз ғой енді. 1920 жылғы, 28 жылы 8 жаста. Ойлап көріңіз. Мына қызыңды зорлап тастаймын, мына суреттегілер кім деп суреттерді көрсеткен екен. Мынау кім деп. Амал жоқ, Еркежан суретте Барлыбекпен түскен азаматтарды көрсеткен екен. Мынау Бәленбай деген тұлға, мынау Бәленбай деген тұлға, мынау деп. Кейін Мүгүлсім әжеміз Алматыдағы медицина университетін бітіріп, медицина институты ол кезде бітіріп, есін жиған кезде көрген ғой, барлық жаңағы суреттегі тұлғаларды репрессиялап атып тастапты. Сөйтсе мына оңбаған сол кездегі офицерлер әрбір алаш қайраткерлердің үйін аралап, тінтіп, конфискация жасап, суреттерден мынау кім деп факты жинап, қуғын сүргінге ұшырату үшін сондай деңгейге барған екен. Оны жаңағы ғасыр құрдасы болған сол трагедиялық жағдайды өз көзімен не бар 8 жасында көрген Мүгүлсім әже маған айтқан. Менімен бірге профессор Нұрсахан Ахметқызы, журналист Нұрлыхан Қалқаманұлы, ақын Жәнібек Әлиман деген қарағандылық жігіттер барғанда біз көз жасымызды тыя алмай жыладық. Ана кісі айтқанда қорқып отырды. Әже қорықпаңыз дедім. Сонда айтады, мен қатты қорқам дейді. Әлі күнге дейін ойбай тәуелсіз заман келді, қорықпаңыз дегенде қорқып қалғам. Бұл кісінің фамилиясы Қадыров болыпты. Сонда Барлыбектің ұрпақтары аман қалу үшін барлығы фамилияларын өзгерткен. Барлыбектің әулетінен 5 адам атылған. Барлыбектен кейін. Барлыбек өзі 14-ші жылы атылды. Ал қалған 5 адамы 1930-37 жылғы репрессияларда атылған болатын. Енді Барлыбектің әулетінен Құдай тағала оңынан берген шығар. Батырлар да, дәрігерлер де шыққан. 12 ғылым докторы шыққан. 2 ғылым кандидаты шыққан Барлыбектің әулетінен. Және бір генерал шыққан. 1945 жылы алғаш генерал болған қазақтардың біреуі Самұрат Дәрібекұлы Сырттанов деген кісі. Ол Барлыбектің туған немересі. Самұрат алғашқы авиацияның генерал-майоры Барлыбектің әулетінен шыққан. Және Барлыбектің Төле Сырттанов деген ұлы совет заманында ол Қадыров болған фамилиялар. Мен Сырттанов деп үйреніп кеткенін айтып отырмын ғой, Сырттанов. Сол Қадыров газ саласының министрі болған, Әсет Сырттанов энергетика саласының министрі болған, Сара Сырттанова байланыс министрі болған, әулетінен 4 министр шыққан Барлыбектің. Көрдіңіздер ме? Қандай өнген, өскен әулет. Қазір Барлыбектің ұрпақтарының барлығы Алматы қаласында, Мәскеуде, Чехияда тұрады. Мен барлығымен араласып тұрмын. Барлығымен байланыстамыз. Әкелерін біледі, аталарын құрметтейді. Өте өнген әулет. Соған қарап Құдайға шүкіршілік айтамыз. Енді Барлыбек әулетіндегі трагедия туралы тағы бір нәрсе айтайын. Бұл Барлыбектің әйелі Еркежан апамызды айдауға ұшырай жаздаған. Өйткені халық жауының әйелі, халық жауының шешесі деп қуғындалған ғой. Барлыбектің балаларының барлығы оқыған өз заманында. Қазір Барлыбек Сырттанұлының үйі Алматы қаласында бар, әлі күнге дейін тұрған үйі. Мынау Горький парктың арты Әлімжанов көшесі менен Мақатаев көшесінің қиылысындағы үй екен, ескі үй, бұрынғы Юнус Коммунаров деген үй. Менде сурет әлі күнге дейін бар. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың атына хат жазып едім, жауап болмады. Енді сол кісінің қабылдауына кірсем деп отырмын. Сол үйді
алып, мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында музей жасап, Алматы қаласындағы Алаш арыстары музейін жасау керек. Өйткені Алматыда Алаш арыстарына арналған Ахмет Байтұрсынның музейінен басқа музей жоқ. Алматы Алаштың бір үлкен қаласы болған. Алаш қайраткерлерінің барлығы сол жерде жұмыс істеген, тұрған. Сол қалада музей болатын болса, өте керемет болатын еді. Енді біз жатпай тұрмай еңбектенеміз. Өйткені Барлыбек мен үшін үлкен тұлға. Енді біз қазір Құдай қаласа жас отбасымыз ғой. Ертең балаларымыз өмірге келетін болса, міндетті түрде мен ұлым болса Барлыбек деп қоям деп жоспарлап отырмын. Міндетім осы қасиетті Рамазан айында тілеген тілегім сол. Мен Барлыбекке өте ғашықпын. Барлыбек 48 жасында опат болмаса, ол сөзсіз 1917 жылы Алашорда құрылғанда Алаш ту астында бол өзінің құрдасы Әлихандармен бірге үкіметті құрысып, министр болатын еді, әскер құрысатын еді, тағы да түрлі заңдар жазып тарихта қалатын еді. Бұл да сөзсіз 1937 жылы Әлихандармен, Ахметтермен бірге тұрып атылатын еді. Бұл сөзсіз Алаштың сапында жүретін еді. Бұл сондай қайраткер болатын еді. Бірақ 48 жасында ерте өліп кетті. Біз ұзақ уақыт Барлыбек Сырттанұлы туберкулез ауруынан қайтыс болды деген дерекке сеніп келдік. Өйткені сол заманды жылы жауып қою үшін Барлыбектің өлімі құрт ауруынан деген. Қайдағы құрт ауру? Барлыбектің тұрған жері Қарағаш қаласында. Жаңағы Маман қажының ұрпақтары Есенқұл қажы мыңғырған малы болған, жаздай биелері болған, қымыз ішкен, шұбат ішкен. Ол оның үстіне өз дәрігерлік білімі болған. Небір шөптердің қасиет қадірін білген. Сол арқылы ол өзін өзі емдеген адам. Қайдағы? Кейін мен бұған сенбедім. Сіз оқыған Барлыбек туралы бірер сөз деген кітабымда мен жаздым. Барлыбектің өлімі ақиқат па, жұмбақ па деп. Кейін архивтен оның өлімінің Фольбаумның тапсырмасымен өлгенін дәлелдеген кезде өз неме сендім. Өйткені мен қолымды жүрегіме қойып тұрып айта аламын, Барлыбектің өліміне мен сенбедім. Кейін атылғанына сендім. Міне көрдіңіздер ме? Біздің тұлғаларды қанадай қырған, шетінен атып. Өйткені бұлар Алашты алға жылжытуға, қазақты бір орында тоқтатпауға жұмыс істеген. Барлыбек Сырттанұлының 1889 жылы жазған қазақтың көшін ілгерілету деген мақаласы бар. Сонда дейді: бүгінгі қазақ дейді, қараңғы дейді, білімі жоқ дейді, мынау босқа жатыр дейді. Біздің елімізге дейді, темір жол келу керек дейді, телеграф келу керек дейді, пойыз жүру керек дейді, оқуға ұмтылыс болу керек дейді. Сондықтан жастардың барлығы оқуға ұмтылса екен, оқу жолында жүрсе екен дейді. Міне көрдіңіз бе, қандай тұлға болған Барлыбек. Барлыбек туралы айтатын сөз көп. Барлыбек үлкен, Барлыбек туралы жазылған деректер де көп. Мынау Барлыбек танудың негізін қалаған Алаш қайраткерлерінің өзі. Жалпы Алаштың негізін қалаған Алаштану ғылымының өз басында тұрған олы өздері. Бірін-бірі туралы жазған мақалалар, бірін-бірі туралы көтермелеген лепестер. Барлыбек қайтыс болғанда 6 некролог жазылған. Солардың барлығы Барлыбек Сырттанұлын тануға, зерттеуге үлесін қосты. Әлихан Бөкейхан Барлыбекті ұмытпасқа деген мақала жазған. Сол мақаласында былай дейді: Барлыбек жеріне қайтып, Жетісу облысының мекемесінде қызмет қылды. Кешегі бұлт айығып күн шыққан заманда ұялшақ, қыз мінезді Барлыбек жұртым деп іске кірісті. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Барлыбектің мінезі ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далақ еді. Жетісудың жеріне, Жетісу қазағына қам қылам деп Барлыбек Петерборда бірнеше ай жатты. Бұл жолы Барлыбекпен көп сөйлесіп, Барлыбектің мінезімен ашық таныстым, ақ көңіл, қыз мінезді көріп едім. Барлыбек сондай керемет адам деп тұрып Әлихан бағалаған. Міне. Ал енді Мұхамеджан Тынышпайұлы былай дейді: қарақтарым, оқыңдар, қазағыңды ойларыңнан тастамаңдар дейді. Мұхамеджан Барлыбек туралы жазғанда былай деген: жарық дүниені көруге, кейінгілерге үлгі көрсету үшін, жол көрсету үшін, бұрын соңды қазақ көрмеген, естімеген жерге жалғыз барған, Петерборда ең алғаш оқыған Барлыбек еді деп жазып отыр. Көрдіңіздер ме? Барлыбек сондай үлкен тұлға. Барлыбектің мен Барлыбекті бостарға ретінде қараймын. Қайырымсыз уақытта шырылдап, елі үшін қызмет қылам деген, қолында билігі болмаса да, қауқары болмаса да, қара басын қатерге тігіп, ақтық демі қалғанша күресіп, сол ұлты үшін, жері үшін азап жолында атылған тұлға.
Барлыбек кыян кескі заманның жүгін көтере білген Алаштың арысы. Ол тірі болғанды, шынында да Әлихан Ахмет Міржақыптың қатарында болатын еді. Бұл үлкен өкініш. 1987-88 жылдары Әлихан Ахметтер ақталып, солар зерттеле бастағанда Барлыбектердің есімі айтылмай қалды. Өкініштісі, байтал түгіл бас қайғы деген уақыт болды. Өйткені Алаш ордалы өкіметті құлап, шаңырағы ортасына түскенде Алаштың тұлғалары бірінен кейін бірі атылды. Сол кезде Барлыбекті ешкім есіне ала алмады. Ұзақ уақыт Барлыбек шаң басқан архивтерде қалып қалды. Біз әлі Барлыбектің көптеген еңбектерін іздеуіміз керек. Өзбекстанның Ташкент қаласының архиві жабық тұр. Өзбектердің заңы қиын. Біз болашақта Өзбекстанның архивімен жұмыс істеуіміз керек. Бұл жерде тек Барлыбекке қатысты емес, Әлиханға да, Ахметке де, басқа да Алаш тұлғаларына қатысты деректер табылуы мүмкін. Мынау 1905 жылғы Қарқаралыдағы қоянды жәрмеңкесінде өткен Қарқаралы петициясына 12.757 адам қол қойған. Сол 12.757 адамның біз кім екенін нақты анықтауымыз керек. Бұл бүгінгі алаштану ғылымының басты мәселесі, кезек күттірмейтін мәселе. Біз алаш қайраткерлерінің әр қайсының есімін, өнегесін, тұлғасын, қайраткерлік, азаматтық қырын жатқа білуіміз керек. Сонда ғана болашақ жас өскін, келешек ұрпақ төл тарихымызды қоспасы шынайы таниды. Менің айтайын дегенім осы. Сіздер 1911 жылдың 13 маусымында алғашқы қазақтың конституциясы жазылғанын, Петербург қаласында жарық көргенін, және ол конституция 4 бөлім 28 баптан тұрғанын, оның аты қазақ елінің уставы деп аталғанын білулеріңіз керек. Устав деп ол уақытта конституцияны айтқан. Сондықтан Барлыбек Алаштың тұлғасы. Болашақта Барлыбек мектеп бағдарламасына кіреді. Біз былтырдан бері арыз жазып жүріп, мектеп бағдарламасының 10 сыныбының тарих бағдарламасына Барлыбек туралы дерек кіргіздік. Осындай ғана дерек суретімен тұр. Ол аз болса да үлкен дұрыс нәрсе. Болашақта ол тағы да кіреді. Ол Барлыбек әдебиет саласына кіреді, медицинаға кіреді, қоғам, құқық негіздері, ілімдері сабақтарына кіреді, университеттерде оқытылады. Мен оған анық сенемін. Биылғы жылы Құдай қаласа менің жеке жетекшілігіммен және шәкірттерімнің құрастыруыменен Алаш қайраткерлері заңгер Сидазым Қадырбайұлының, Барлыбек Сырттанұлының, Мұстақым Малдыбайұлының, Біләл Малдыбайұлының, Біләл Сүлейіптің кітаптары шығады. 5 кітап шығарамын биыл. Солардың шығармалары. Сонда оқысаңыздар үлкен дүние болады. Енді оқырмандар тарапынан сұрақ қоятын болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет назарларыңызға. Біздің 1 сағатымыз жуылдап өтіп кетті. Үлгергенімізше сұрақ қоямыз. Жаңа айтылып атқан Елдостың жазылған кітабы Барлыбек туралы бірер сөз, Елдос Тоқтарбай. Осыны кітапты таныстырып қояйын. Одан кейін Мағжан Жұмабаев туралы айтсаңыздар деген мен сұрақтарды оқып қалдым. Енді ол тағы да бір ол бөлек үлкен тақырып, бір сөзбен жауап жазу мүмкін емес деп ойлаймын. Елдосжан, Алла разы болсын. Енді келесі тақырып қай тұлғаны қозғаймыз? Бұйырса, келесі тақырыбымыз төре тұқымы, үлкен қайраткер болған, Петербург университетін 12 жыл оқыған, бірінші курсты 4 жыл оқыған, қайта-қайта өзінің біліміне риза болмай қалып қала берген, қазақтан шыққан алғашқы ғылым кандидаты, 1888 жылы кандидаттық диссертация қорған ең алғашқы қазақ, және Әлихан Бөкейханмен бірге Алашорда үкіметінің төрағалығына таласқа түсіп сайлауға түскен алғашқы оқыған азамат Бақтыгерей Құлманұлы деген тұлға болған. Келесі тақырып Бақтыгерейдің тағдыры, оның өміріне қатысты беймәлімде жаңа деректер туралы болады бұйырса. Сосын кейін құрметті көрермендер, менің жарық сәуле деген мынандай бір кезекті кітабым бар, былтыр шыққан. Осы кітаптың бірінші бөлімі Алаш дәптері деп аталады. Ішінде кілең алаш тұлғалары туралы жазылған. Оқысаңыздар болады. Ішінде Барлыбек, Әлихан, Ахмет, Міржақып және Алаштың дін қызметкерлері, Алаштың оқу ағарту қызметкерлері және Алаштың арулары, қыздары туралы көлемді зерттеулерім бар. Және Алаш қайраткерлерінің отбасылық, махаббаттық, әдет, ғұрыптық бейнелері кеңінен жазылған. Осыны айтайын дегем. Жақсы, жақсы. Мерді
бір алланың қалауымен дейді, Елдос бауырымыздың голд номеріне ақша жинап, осы алаштықтарды зерттеуге жұмсайды. Соған бір ауыздан ат салсайық деп қолдау білдіріп жатыр екен. Мен қосымша айта кетейін. Бұны сабақ не сәтімен біз, Құдай қаласа, құрметті оқырмандар, бауырлар, достар, біз осы алаш аманаты аясындағы тақырыпты кеңінен қозғап болғаннан кейін, осы бабаларымыздың тағы да зерттеу жұмыстарына бірге отырып, күш сала отырып, әрбіріміз шамамыздың келгенінше осы зерттеу жұмыстарына қолдан көмектесіп, қаражат бөлінетін болса, әлі біз өзімізге емес, бізден кейін ұрпақтарға да құнды мәліметтерді тағы да қазақ болуымыз үшін сол сіз боп, біз боп жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, осылай бірлігімізбен үстіп төл тарихымыздың ақиқатына көз жеткізіп, қол жеткізбесек, енді қазіргі жағдай енді белгілі, сен тимесең мен тиме, тыныш отыр бадырақ көз деген сияқты, әркім өзінің қотырын қасында жүрген заманда осы Елдос сияқты шын жас ғалымдардың, азаматтардың қазақ үшін шырылдап жүрген бауырларға қолдау көрсетіп, шыннан бір қазақ екенімізді алыста отырып, онлайн отырып қолдау білдіруімізге болады екен. Оны алдағы уақыттарда толығырақ айтатын боламын оны. Алла разы болсын, рахмет барлығына, қолдау көрсетемін деген азаматтардың. Менің ойым мынау ғой, мен өзім халық жауының ұрпағымыз, нағашыларымыз, атылған, сотталған, біздің әулетте бүтін тағдыр бүлінбеген ғұмыр болмаған. Соның бәрін мен атамның әңгімесін естідім. Кейін саналы түрде осы саланы зерттеуге келе жатырмын. Енді Құдай қанша тағала маған ғұмыр берсе, мен сол ғұмырымның барлығын қара тырнағымнан әлі кеткенге дейінгі ғұмырымды алашқа арнаймыз. Алаш тақырыбын зерттеуге, танытуға, және өзімнен кейін тәрбиелеп жүрген мынау Бағлан Әбеу, Ерден Нұрахмет сияқты жақсы шәкірттерім бар, үміт күтіп жүрген бауырларым бар, жақын. Осыларды бұйырса Петерборға, Мәскеуге апарғым келеді. Сол жердің архивтерін көрсетіп, кітапханаларымен жұмыс жасағанын қалаймын. Өйткені мен өзім қазір астмамен ауырам. Архивтен ауру жұқтырып алған. Мынау маған үлкен ғалымдардың көп айтқан жоқ. Архивке баратын кезде маска ки, дезинфекция жаса, мынау не деуші еді? Жоқ, мен істемейтін нәрсені. Құдай, ингаляция, ингалятор. Ингаляторыңды алып ал деп маған ешкім айтпаған. Біз жас кезімізде кірдім, мен 17 жасымда кірдім архивке. Қазір 27-темін ғой, мен 10 жыл болды архивке кіргеніме. Сол 10 жасымда архивке кіргенде шаң тозаң анау аш адам сияқты қопарып, бәрін ақтарып, мен мұнан жазғым келеді, көргім келеді деген жастық максимализм ұрып тұрған кез, қопара бересің, ана шаң жұтасың, түшкіресің, шаң жұтасың, түшкіресің. Сөйтіп мен астматик болып қалдым ғой, мынау қиналып. Қазір мынау ауа райы өзгергенде, неткенде дем жетпей қалатын бір сәттер болады. Бірақ Құдай тағала енді емі жүріп жатыр ғой, ол жазылады. Алдағы уақытта осы жігіттердің архивпен жүйелі жұмыс жасағанын көргім келеді. Енді мен өзімнің алдағы бір 20-10 жылыма жететін архивті жинап алдым. Шетінен жаза беруіме болады. Бірақ мен өз басымды ғана емес, өзімнен кейінгі азаматтарды ойлап отырмын. Солардың да жазғанын қалаймын. Өйткені қазақтың тарихын шынайы, қоспасы жазуымыз керек. Біз тек қана Алашты емес, Кенесарының құпия тағдырын, Махамбеттің, оның ар жағындағы Абылай заманын бәрін шынайы жазып шығуымыз керек. Қазақтың тарихында ұялатын нәрсе жоқ. Сондықтан ұялмайтын тарихымызды жазып шығуымыз керек. Алаштың тарихы ол қазақтың тарихы. Алашты білген адамның болашағы жарқын болады. Мен өзі үнемі айтамын. Және алашшыл жүрек деген повестімде жаздым. Жер бетіне сыймай кеткен алаш арыстарын кеудеме сыйдырып, жүрегіме жерледім деп. Олардың зират мекендері жоқ, бастарына құлпытас жоқ. Бірақ олардың зираты әрқайсымыздың жүрегіміз болу керек, әрқайсымыздың кеудеміз болу керек. Сондықтан бүгінгі жастар Алашты танаса, Алашты арқылы білсе, онда олар керемет тұлға болады. Сондықтан әр уақытта алаш қайраткерлер сияқты отанға қызмет етуіміз керек қой. Жалғыз ғана отан және отанға атқару ол азаматтық борыш деген нәрсені ұғынуымыз керек. Одан кейін Әлиханның сөзі айналып келгенде, ұлтына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Сол мінезіміз мықты болу керек қой.